Енді бізде қоғамда осындай пікір бар. Сіз жалпы терроризм қылмыстық бап бойынша шешімде сот шешімі шықты. Соны террорист деген біз елестетеміз, ол ер адам автоматпен біреуді бауыздап жатыр, өлтіріп жатыр деген, бірақ сіз мында эфирда отырсыз, әйел адамсыз, өте нәзіксіз, өздеріңіздің дүние танымыңыз бар, балаларыңыз бар. Сонда қалай ойлайсыз, терроризм осындай, сіз сияқты адамдар, мысалы, сот шешімі бойынша сіздерге террорист деп айтуға болады, бірақ осы отырған жерде сіздердің қаупі бар ма сіздерден қоғамға? Енді қауіп тудыру мүмкін. Неге дегенде экстремизм дегені көп адам енді бізді қателігімізді енді білгенімізден кейін бұны білдік та, біз заңға қарсы шықтық, заңға қарсы шығып сол атты атандық. Қазір кім көрсете бізді айтады солай деп та. Айтады, көшеде мысалы көшеде де айтады, интервью беріп жатырмыз, қазір өзімізді енді бәрі кінамызды бойындаймыз ғой. Бойындағаннан кейін біз өз кінамыз бойындап, оларға агахландыру болу үшін, олар бізді қателігіміз жасамауларын айтамыз. Енді бәрі ішінде қатты өкіні болады екен. Бұл өкіні бізді тұрлап жатыр. Бұл өкіні бізді жақсы көз қарасуымызға апарып жатыр да. Сондай болады. Ең ауыр сонда осы қоғамның пікірін естігенде сізде қандай сенім болады? Террорист деп айыпталса сізді? Енді террорист деп айтқанда біз бойындаймыз ғой. Сол қателікті білмей жасап қойдық та біз. Жақсы, өзіңіз қалай ойлайсыз? Сізден мысалы қоғамға қазір қауіп бар ма сіздерден, екеуіңізден? Мысалы Сайрам ауданына немесе жалпы Қазақстан бойынша қауіп бар ма? Қауіп төндіресіңдер ме сіздер қоғамға? Жоғары. Немесе мемлекетке? Андай бір пышақпен немесе бір бомбамен кіріп бара жатқанымыз жоқ қой. Біз бір сол кішкентай деп білген, өзіміз кішкентай деп білген бір айыптан соншама нәрсе болып кетті. Негізі шығып кетті. Біз мемлекетке қарсы шыққанымызды өзіміз білмедік та. Ондай ниетімізде болған жоқ еді. Сондықтан да басқаларға ескертеміз, әр көрген жерде таныстарымызға, барлықтарына қолымыздан келгенше. Өйткені сіз біліп істедіңіз бе, білмей істедіңіз бе, бұл мемлекетімізге қызығы жоқ та. Жауап бересіз, заң тұрғыда. Қолымызбен жасағанды мойнымызбен көтереміз ғой. Сондықтан да бірақ қоғамға ешқандай да қауіптігіміз жоқ біздің. Енді әйел басымызбен не істейміз, Алла сақтасын, ондай ешнәрсе қауіп жоқ деп ойлаймын. Қолдан келгенше оларға түсіндік біз. Сонымен қатар басқаларға да ескертуге әрдайым дайынбыз. Қолдан келгенше. Интервью беріп жатқанымыз оларға ескерту болсын. Барлығы